Сәлем менің оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама жазылмаған болсаңыздар, жазыла кетіңіздер. Мен ол жерде сіздерге тез әрі оңай дайындалатын рецептілерді көрсететін боламын. Бүгін мен сіздерге қысқа арналған тұздықты көрсететін боламын. Ол үшін бізге не керек? Ол үшін бізге 1 килограмм сәбіз, 1 килограмм пияз, 1 килограмм болгар бұрышы. Бұны қызыл және көк түстен алсаңыздар, өте керемет болады. Және де 1 килограмм қызанақ. Мен көк жуа және де укроп аламын. Сіздерде көк жуа немесе укроп болмаса петрушка алсаңыздар болады. Енді оған керек құралдарды айта кетейін. Замогы бар пакет, бірнешеуін алыңыздар. Және терка, тұздығымызды араластыратын үлкен ыдыс, пышақ және де тақтайша керек болады. Осы айтылған заттарымыздың барлығын бір келкі қылып турап шығамыз. Сәбізді теркіден өткіземіз. Достар, міне біз сәбізді теркіден өткізіп алдық. Енді жуаны турайтын боламыз. Жуаны осындай көлемде турайсыздар да, сәбіздің үстіне қосасыздар. Енді болгар бұрыштарын әдемі етіп турайтын боламыз. Мінекей, біздің болгар бұрыштарымыз түрлі түсті болып, әдемі болып тұр. Енді осыларды қалған көкөністеріміздің үстіне қосатын боламыз. Ендігі кезек көк жуа мен укропта. Оларды да көкөністеріміздің үстіне қосамыз. Ендігі кезек қызанақта. Біз не үшін қызанақты соңынан тура жатыр деп ойласаңыздар, оның суы шығып кетпеу үшін. Қызанақта бір келкі етіп тураймыз. Міне, біздің барлық көкөністеріміз турап болды. Енді бұларды езбей, жайлап қана қопсытып араластырамыз. Енді осыларды пакетке саламыз. Толтырып қана аз қылдырып саламыз. Мінеки, біздің өніміміз дайын болды. Керек кездеріңізде тоңазытқыштан алып, сіңдіріп алуларыңызға болады. Астарыңыз дәмді болсын. Және де каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.